Қайырлы күн, құрметті супер көрермендер. Қазір сіздермен ерекше тәп-тәтті жүп-жұмсақ қамырын картошкадан жасалатын осындай бәліш жасаймыз. Ең алдымен бізге 5-6 картошканы суда пісіріп аламыз. Осыны жақсылап езіп аламыз. Бұның қамыры ерекше тәп-тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қаласаңыздар, осыны пеште пісіруге де болады екен. Мен жартысын пеште, жартысын майға пісіріп көрдім. Дәмі деген керемет. Мінекей осындай 200 граммдық стаканмен 1 стакан айран қосамыз. Енді осының үстіне 1 жұмыртқа қосамыз. Сосын 1 ас қасық шекер қосамыз. 1 шай қасықта сухой дрожжамызды қосамыз. 1 шай қасықта тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді мен осы тестамызды 2-ге бөлдім. Себебі қазір жартысына мен укроп петрушка қосам, жартысына қоспаймын. Балаларым укроп петрушка қосқан ұнатпайды. Сол үшін біз үлкендер өзімізге укроп петрушка қостым жартысына. Егер қаласаңыздар, барлығын қосып жасай беруіңізге болады. Осы жерде укроп петрушкамен бірге көк пияз қоссаңыздар, дәмі деген керемет болады. Көк пияз жоқ екен бізде үйде. Сол үшін мен тек қана укроп петрушка қостым. Енді осыған ұн қосып қамыр илеміз жұмсақ етіп. Дәл осы рецепті пешке духовка пісірсеңіздер де болады. Негізі бірақ майға пісірген тәттірек болады екен. Мен 2 түрінде пісіріп көрсетем сіздерге қазір. Майға да пешке де пісірдім. Ең соңында көрсететін болам. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Мінекей енді осы илеп болған қамырымызды кішкене май құйып, бетін осындай пакетпен жауып, жарты сағатқа тындыруға қоямыз. Мынау екінші қамырым. Бұған укроп петрушка қосылмаған. Бұны да тура осындай жұмсақ етіп илеп аламыз. Қамырымыз осындай жұмсақта болып шығады. Осыны пакет жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Бетін осындай майлап, ыдысты майлап қойсаңыздар, көтерілген кезде жабыспайтын болады. Жарты сағат немесе 1 сағатқа тындырып алсаңыздар, міне осындай көтеріліп әдемі болып шығады. Менде 1 сағат тұрды. 1 сағаттан кейін осындай әдемі болып шықты, қараңыздар. Енді осыны майда бөлекшелерге бөліп пісіріп алатын боламыз. Міне жабысып қалмасын деп мен тақтайды майлап алдым. Мына біздің бірінші тестамыз, екіншісі мінекей укроп петрушка қосылмаған, балаларға арналған. Енді осыны жайып шығамыз. Қандай үлкендікте жаю, өздеріңіз қалауларыңызша, бауырсақтың қамырының қалыңдығында етіп жайыңыздар осындай. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Майымызды қыздырып қойғанбыз алдын ала. Қызып тұрған майға енді осыны пісіріп аламыз. Қараңыздар, тез қызарып шығады. Алтын түсте қызартып алсаңыздар, әдемі болып пісіп шығады. Мен көлемін осылай 2 өсиятындай қылып, шағын қылып жасадым. Неге балалар жейтін бәлішті қызық болсын деп ортасын тесіп осылай пісіріп жатырмын. Иісі деген қандай керемет, әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әдемі тәтті болып шығады. Мінекей бірінші мынау духовкада пісіріп алғаным осындай болып, бұл да тез пісіп шықты. 20-25 минуттың ішінде. Бұл папамызға арналған. Папамыз майда піскен жей алмайтындықтан біз оны пешке пісірдік. Егер майда піскен қаламасаңыздар, осылай пешке пісіріп жеңіздер. Бұл да тәтті болады екен.
ал майда піскені одан да тәтті болып шығады. Неке қараңыздар қандай жұмсақ. Дәмі деген ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден қолдау күтемін. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз, комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал достар, ас болсын. Келесі кездескенше.